қойып қалайсыздар? Біз отбасымызбен прогулгаға шықтық. Омар мен әкесі үшеуміз. Қайда барамыз? Ойласы бар. Қазір достар, Алматының ең күшті керемет жерлерін көрсетім ол. Біздің домдар мынау, қазір күшті жерлер көрсетім. Домға жақын тойсына жақын көрсетім. Вот, әдемілікті қараңыздар, Алматының таулары андай күшті болып тұр, е? Вот даже мега горный тұр, но мега красиво там. И вот қазір көрсетем. Балалардың барлығы далада. А, кстати, достар, карантиннің ашылуымен деймін ба? Бүкіл торговый домдар жасап жатыр қазір. Мына суды қараңыздар. Осындай әдемілікті қала көрсетпесін, е? Дөрекең ана жақта қалып қойды. Алдында біз 2 күн тауға қонуға барғанбыз. Сол кезде күшті фотоларға түскенбіз ғой. Соларды пост салып жатыр, кажется. Солай сияқты. Еще қараңыздар, маған мына жеріне прыщик шықты. Мен осы жеріне. Ана будто бір өзімдікі сияқты бір басқаша көрінеді, е? Вообще не прыщик шықты, короче. Мына жерге почему-то прыщиктер көп шығып жатыр. Жаңа сен пост жазасың ба? Иә. Нұрекең пост жазып жатыр екен. Қайда бұл? Инста ма? Сол недегі біз барған жайлаудағы фото ғой, шай кесемен түскен күшті шыққан. Айтқым келгені, Омарда жігіт болып өз кеткен. Влогта көрмегендеріңізге біраз болды деп ойлаймын. Омар, привет деш! Омар! А у меня кеды, которые сол таудан келіп жуылмаған, үйге барып стиркаға тастау керек. Абымекең тауға кетіп бармаған, сондықтан оны тап-таза. Короче, папа деловой. Ой, да, ол мен пікірім енді өздерінің шешестірі, өздерінің семейінің пікірім. Кәдімгідей влог түсіргенді сағынып қалыппын. Бесен көзді ашып істейсің, бесен көзді істейсің. Бірінші ашып па, бірінші жем? Бірінші ашып істейсің. Қатты жым, бе? Тоқта. Тоқта. Бақсы болса. 1, 2, 3, 4, 5. Енді жұмысты. Жым қатты. Қазір ана жердегі аптекаға бара жатырмыз. Мен кішкене ауырып қалғанмын да, содан 10 күн болды емделіп жүргеніме. Мен алып жүрген симптомалар бітіп қалды. Соны қайтадан барып алу керек. Короче, аптекадан шықтым. Вот алдым. Представляете, 5 күнге система просто, ну то есть шприцы, лекарстволар, уколы, енді барлығы бір система ғой деймін. Соның барлығы 18 мың бір бәле теңгеге шықты. Ол 5 күнге ғана. Алдым, мен 5 күн алдым. Одан кейін демалдым, енді тағы 5 күн алайын. Так что денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық ең қымбат нәрсе. Өз опытымнан айтам деймін. Вот, мынау. Это міне 18.490, ну хотя тут леденцы бар 100 теңгеде, но нормально. А так, ең қымбаты ол. Так, вот, Космофер 16.980 теңге. Почти 17 мың теңге тұрады ғой. На, представляете, почти 17 мың теңге тұрады. 16.980 теңге тұрады. Сұрағатса.
Еще есть время подумать и какой из маков назвать лучшим и наградить иммунитет. Салонс. Папамыз су алуға кірді магазинге, а мы папу ждем. Короче, маған пикап алып берді. Ал өзіне фанта алды. Эй, фанта қайда? А, бұнда. Ішіне түсіп кетті. Вай! Алам, кәлесін өлі. Үйге қайтпайын жүрсіл жатыр. Үйге барып не қойып берген? Алдында әкесі самокат алып берген болатын. Мен соны айтып жүрек. Күйеуім ет кесіп беріп отыр. Мы кушаем мясо, мясо, мясо. Онда менікі. Маған маймай. Қолымызда тәтті ұнаттым мен, серуендеп түнгі алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңмен. Қолымызда тәтті ұнаттым мен, серуендеп түнгі алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңмен. Горят фонари, горит Алмата. Между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алмату в эту субботу. После перелета кайфовая погода. А потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к тебе. Я расскажу, родная, как скучал я по тебе и судьбе. Скажу